Қайырлы күн, ұн қуырдақ тағамын әзірлейміз. Суға тұз салып араластырамыз. Ұнға жұмыртқаны, тұздалған суды қосып, орташа қатты қамыр илейміз. Қамырды пакетке орап тындырып қоямыз. Табаға сұйық майды құйып, қыздырып, туралған етті салып қуырамыз. Туралған пиязды салып, татымына қарай тұз, қара бұрыш қосып, араластырып қуырамыз. Пияз сарғайып, жұмсарғаннан кейін суды құйып, бетін жауып бұқтырып пісіреміз. Ию қанған қамырды жұқа етіп жайып, қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Табаға қамырды салып, екі жағында аз ғана пісіріп аламыз. Қамырды ыстықтай кезінде алып орап, жылдам тураймыз. Турағаннан кейін арасын ашып, табаға туралған қамырды салып, қақпағын жабамыз. 5-6 минуттан кейін қақпағын қайта ашып, жақсылап араластырып, қайтадан бетін жауып бұқтырып пісіреміз. Жартылай піскен қамыр қосқаннан кейін тез дайын болады. Қалауыңыз бойынша ас көк себеміз.